Автор Ақтолқын Тыныбекова, Санат, Жастар саясаты, Дереккөз, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе, құрметті министр мырза. Мен Тыныбекова Ақтолқын, оңтүстік Қазақстан облысында тудым. Қазір Алматы қаласында тұрамын. Мен әскер қатарында медбике немесе фельдшер болып қызмет еткім келеді. Бұл үшін не істеу қажет? Құрметті Ақтолқын орынбасар қызы, әскери қызметке келісімшарт негізінде қабылдану үшін сізге өзіңіз тіркеуде тұратын жергілікті әскери басқару органдарына жүгініп, үміткерлерге қойылатын талаптар мен қажетті құжаттардың тізімі мен әскери қызметке қабылдану рәсіммен танысу, әскери қызметке орналасу туралы өтініш жазу, қажетті құжаттарды жинау, іріктеу іс-шараларына қатысу үшін медициналық куәландырудан өтіп, дене даярлығының нормативтерін тапсырып, психологиялық тестілеуден өту қажет. Іріктеу іс-шараларынан оң нәтиже алғаннан кейін және соған сәйкес азаматтық мамандық бойынша бос орын болған жағдайда сіздің әскери қызметке келісімшарт бойынша қабылдау мәселесі жөніндегі кандидатураңыз қарастырылатын болады. Кіші басшы және қатардағы құрам лауазымдарына 25-ке дейін қабылданады, ал орта және аға басшы құрамына 35 жасқа дейін қабылдаймыз. Және жоғары білімді болу керек, денсаулық жағдайы жарамды болу керек. Конкурстық комиссия әңгімелесу барысында 3 шешімнің біреуін қабылдайды. Бірінші шешім ол қызметке қабылдауға ұсынылады деген. Екінші, құқық қорғау органдарының резервіне қою. Үшінші шешім ол қызметке қабылдаудан бас тарту. Резервке қою дегеніміз ол кандидаттар барлық кезеңдерді өтіп барып, жақсы нәтижемен тапсырып, бірақ бос лауазым болмауына байланысты олар резервте тұрады. Сол бір жылдың ішінде олар басқа лауазымға, сол категория, сол санаты бойынша басқа лауазымға тағайындалуға құқығы бар.